жарған тең жас көтерілен деп отыр. Түгел көтерілен, салынбайды. Жанарқа ауданы Атасу кентінде қарапайым халық жаңа нысанның құрылысына қарсы. Заң бойынша жаңадан салынатын ғимарат тұрғын үйден 40 метр алшақ болуы тиіс. Дегенмен құрылыстан баспаналар да мектепте шамамен 5 метр жерде тұр. Мектептен бір адым жердегі нысанның құрылысы жақын арада басталмақ. Кәсіпкер бетон плиталары, қиыршық тас, құм сияқты құрылысқа керек заттарды әкеп тастаған. Халық әсіресе жер астымен өтетін су құбырына зиян тиіп қалама деп қорқып отыр. Оның үстіне жан жағынан сымдар шыққан құрылыс заттарынан балаларды да зардап шегеді деп алаңдайды. Бәрінің қоятын жері өз жер. Қай жерге қояды? Жолдың үстіне қоймайды ғой. Ал енді бұл баланың өмірін, адамның өміріне қауіп төндіріп тұрған жоқ па? Ал әкімдік өкілдері кәсіпкерге 600 мың теңгеге сатылып кеткен жердің астында ешқандай құбыр мен электр сымдар тартылмаған деп отыр. Сондықтан құрылысты бастауға да еш негіз жоқ дейді. Бұл жерде ешқандай телекоммуникациялар жоқ, бос жер, аукционға салынған. Аукцион арқылы бұны Абдыразақова Жанерке деген азаматша аукционмен сатып алған. Бұл жерде ол кісі сауықтыру орталығын салу жоспарлап отыр. Сауықтыру орталығы деген ол қазіргі салауатты өмір салтын қалыптастыру, балаларға дене шынықтыру, дене тәрбиесін ұсыну. Бұл жерде ешқандай кафе емес, жын ойнақ емес, кешке түнді ой істейтін жер емес. Сол себептен бұл жерде ешқандай талаптарға бұзатындай заң бұзушылық жоқ. Әкім орынбасары құрылыс халыққа еш зиянын тигізбейді деп сендірді. Дегенмен олай-бұлай болып қалса, кәсіпкер ешкімді сусыз қалдырмайды деді. Ал бұған дейін әкімдіктен бастап прокуратураға дейін шағымданған жұрт енді елбасыға хат жазамыз деп отыр. Аяжан Кенеспек, Жасұлан Мақұлбеков, Ерболат Қуатбек, арнайы Life 09 үшін.